Келесі рендердің тағы да бір өте қызық функциясы, яғни сіз Reaper'дің ішінде видеоны да экспортировать ете аласыз. Мысалға бізде мынандай бір, мысалы егер осы видеоның барлық эффекттерін алып тастайтын болсақ, ол былай естіледі. Сен шаршап кетсең, мен де шаршап. Ал біздің мақсатымыз, яғни барлық звуктарды машинаның ішінен шығатындай қылып естірту керек камераның сыртынан. Ол былай болады. Қазір мына жерде есік ашылады. Есік ашылғаннан кейін музыка далаға шығу керек. Оны қалай істеуге болады? Ол оңай. Алдында көрсеткендей, FabFilter арқылы жасауға болады. Қарап отырсаңыздар, FabFilter'дің частотасына автоматизат жазылған. Оны қалай жасау керек? Мен алдында көрсетіп өттім, яғни Flash Touched FX параметр таңдаймыз. Қазір көріп отырғандарыңыздай бұл жерде есік ашылады. Есік жабылған кезде звук қайта машина ішінде қалып қояды. Мен өзім киноның звукорежиссері болмағандықтан қолымнан келгенше істедім. Және қосымша даланың звугын қойып қойдым, атмосфера болу үшін. Видеоны рендер жасау үшін, мысалға, видеоның форматын таңдаймыз, яғни видео MP3. Көріп отырғаныңыздай бұл жерде 1920-да 1080 HD качествода. Енді видеодан қатты хабарым жоқ, примерно осындай болады. Және рендер файл дейміз. Бізде видео шығады.